Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Мен кеше жүктеген шебер педагогқа байланысты видеода маған сұрақтар өте көп келді. Оның ішінде жалпы осы шебер педагогқа құжатты қалай жинаймыз, қандай құжаттар болу керек, немесе портфолионың құрамы қандай құжаттардан тұру керек, өзге де санаттарға байланысты педагог модератор болсын, педагог сарапшы болсын деген сияқты осындай бағыттағы сұрақтар маған өте көп келді. Жекеме де жазып жатқандарыңыз бар, комментарийға да жазып жатқандарыңыз бар. Мен жалпы аттестациядан өтуге байланысты сіздерге бір құжатты айтқым келеді. Яғни біз барлығын осы министрліктен бекітілген құжаттардың негізінде жүргіземіз ғой. Нөмір 83 бұйрық деген бұйрық бар. Қазақстан Республикасы қазіргі оқу ағарту министрлігі, бұрынғы білім және ғылым министрлігі бекіткен нөмір 83 бұйрық бар. Мен сол бұйрықтың сілтемесін осы видеоның астына жазып қоямын. Сол сілтемеге өтіп, осы бұйрықпен танысып шығатын болсаңыздар, жалпы аттестацияға қатысты сұрақтардың барлығына да жауап ала аласыздар. Ол құжаттың ішінде әрбір санатқа өтудің сатылары және олардың әрқайсысына жинау қажет құжаттар, оларға өту үшін қанша жыл арасында болуы керек деген сияқты, яғни түрлі сұрақтардың жауабы барлығы сол бір құжаттың ішінде бар. Нөмір 83 бұйрық. әділет.заң.kz деген сайтта сол бұйрықтың түпнұсқасымен таныса аласыздар. Одан кейін бұл бұйрықтың ішінде егер мұғалім декреттік демалысқа шығып кеткен жағдайда санаттан санатқа ауысуы қалай болады, немесе егер мұғалім зейнет жасында болса, онда оның жағдайы қалай болады деген сияқты сұрақтардың да жалпы педагогтың аттестациядан өткізу қағидалары және шарттары туралы деген өзі құжат, соның ішінде барлығының жауабы бар. Осы құжатты қарап шығуларыңызды ұсынамын. Ал одан бөлек менің педагог шеберді 25 жасымда алғандығым да сіздерге біраз сұрақ туғызған сияқты. Мен 2018-де бірінші рет алып, және 23 жылы екінші рет қорғағандығым туралы айтқан едім. Жалпы және педагог шебер ретіндегі атқарып жатқан жұмыстар, соңғы бір жылдың жұмысының өзі менің инстаграм парақшамда актуальный бөлімінде салынған. Қызықтыратын болса, қарап көрсеңіздер болады. Өзге де сұрақтарыңыз болса, жекеге немесе комментарийға жаза беріңіздер.